Сәлем оқушылар. Сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, демек сіз кітаптың артындағы QR-ды скан жасадыңыз деген сөз. Олай болса, ең алдымен Нұр сағайларымен танысып қойыңыздар. Мен химия пән мұғалімімін. Жоғарыда бірінші бетіндегідей менің кім екенімді, не істеп жүргенімді көрген боларсыздар. Олай болса, оқушылар, сіздерге айтарым, қолыңыздағы кітап өте үлкен еңбекпен жазылды. Сізге ұлттық бірыңғай тестілеуде пайдасын тигізіп, ертең грантқа түсуіңізге себепші болады деген сенімдеміз. Edusер онлайн компаниясы сіздерді әрқашан қолдауға дайын. Олай болса, оқушылар, 40 сұрақтық нұсқа талдауымызды бастайық. Сіздерге өтініш аяғына дейін көріп, егер ұнаса, пайдалы болса кітабымыз, комментарий бөліміне өтіп, YouTube каналда комментарий қалдырсаңыз болады. Кеттік. Сұрақ нөмір 1. Атомдағы электрондарының таралуы 2,8,7 болатын элементке тән емес. Біріншіден, бұл қандай элемент, тауып алайық. Оның в общем айтқан кезде жалпылама 17 электроны бар екен. 17 электроны бар, ол бізде әрине бейтарап күйде хлор атомы, Хлор атомының бейтарап күйдегі электрон саны мен протон саны бір-біріне тең. Себебі оның заряды болмаған кезде екі шама бір-біріне тең. Кіші периодта орналасқан. Бұл кіші периодта орналасқан. Бірінші, екінші, үшінші периодтар бұл бізде кіші период болып саналады. Реттік нөмірі 17. Электрон саны бейтарап күйде 17 болса, демек протон саны да 17. Ал протон саны бізде ядро зарядын және реттік нөмірді көрсетеді. Бұл бейметалл. Хлор бізде бейметалл. Валенттілігі тұрақты дейді. Бұл қате. Хлордың валенттілігі тұрақты емес. Біз оны хлорсутек, хлорлылау, хлорлау, хлор қышқылдарынан көре аламыз. Хлор әр түрлі валенттіліктерді көрсететін элемент. Сұрақ нөмір 2. Иондану энергиясы төмен элементтің электрондық конфигурациясы қайсысы? Электрондық конфигурация неге байланысты анықталады? Қараңыздар, мына жерде тұрған электрондардың қосындысы 2, 2, 6, 2, 1. 13 электрон бар екен, Ал мына жерде 2, 2, 6, 2, 2, бұда 14 электрон бар екен. 2, 2, 6, 2, бұда 12 электрон бар екен. Және ең соңында 2, 2, 6, 2, 5, 17 электрон бар екен. Енді қараңыздар, иондану энергиясы дегеніміз не? Жалпы көз алдымызға елестетейікші, атомдық радиус деген шама бар, Ол центрдан, яғни ядродан, сыртқы қабатқа дейінгі қашықтықты көрсетеді. Демек, электрон иондану энергиясы дегеніміз бір электронды алып тастап, бұны ионға айналдыру деген сөз, оқушылар, немесе беріп дейміз. Енді қараңыздар, иондану энергиясы неге байланысты? Радиус кішірейген сайын ол жерден электронды алу қиынға соғады. Демек, атомдық радиус бізде оңнан солға, жоғарыдан төмен қарай өсетін болса, иондану энергиясы керісінше атомдық радиустың кішірею бағытына қарай өседі екен. Енді мыналарды орналастырайықшы, қараңыздар. 12, 13, 14 және 17. Атомдық радиус ең кішкентай қай жерде? Ол 17-де, себебі солдан оңға қарай атомдық радиус кішірейеді. Демек, осы жерде иондану энергиясы ең үлкен болады. Ал бізден сұрақта сұрап тұр, ең төмен дейді. Демек, ол бізде атомдық радиусы ең үлкен. Ол 12 екен. Жауабымыз С варианты болады екен. Сұрақ нөмір 3. Тек тотықтырғыш қасиетін көрсететін 4-ші А топтың қосылысы. Енді қараңыздар, тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш қалай есте сақтаймыз, қалай жаттаймыз? Бізде бір ғана нәрсе бар, оқушылар. Біз тотығу деген процесті жаттап аламыз. Тотығу. Ол заряд өсу деген сөз. Енді тотығуда заряд өсетін болса, бұл өзі тотығады, значит, өзі тотықсыздандырғыш. Ал заряд төмендейді, бұл тотықсыздану. Тотықсыздану. Өзі тотықсызданған зат, ол тотықтырғыш. Демек, тотықтырғыштар тотықсызданады. Түсіндіңіздер ғой, өзінің максималды зарядымен тұрған заттар тотықсызданады. Ол өзі тотықтырғыш. Енді қараймыз, қайсысы өзінің максималды зарядымен тұр. Мұнда плюс 2, силиконда плюс 4 бола алады, білесіздер, максималды. Көміртекте плюс 4, максималды зарядмен, көміртекте минус 4, және силициумда 0 деген заряд екен. Демек, тек қана тотықтырғыштық қасиет көрсететін элемент, ол өзінің максималды зарядымен тұру керек. Ал тек қана тотықсыздандырғыш болған элемент өзінің минималды зарядымен тұру керек. Ал тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта болатын элементтер өзінің аралық зарядтарын көрсетеді деген сөз. Сұрақ нөмір 4. Мына жүйеде химиялық тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдай дейді. Бұл бізде күкірт қышқылын алудың екінші сатысы, Бұл жерде ванадий оксиді қолданылады, жаза кетейік.
Енді қараңыз, оңға қарай ығыстыру үшін не істеу керек? Варианттар тексеріп шығайық. Қысым жоғарыласа, қысым төмендесе. Қысым неге байланысты есептеледі? Зат мөлшерге байланысты, иә? Сол жақта 2 плюс 1 коэффициенттердің қосындысы. Оң жақта 2. Енді қараңыз, сіз қысымды жоғарылататын болсаңыз, тепе-теңдік аз жаққа қарай ығысады екен. Аз зат мөлшер жаққа. Яғни бірінші жауап дұрыс екен. Ал қысым төмендесе, керісінше көп жаққа қарай ығысады. Өршіткі тепе-теңдікке әсер етпейді. Тепе-теңдікке үш қана нәрсе әсер етеді. Концентрация, қысым және температура. SO3 концентрациясы жоғарыласа, SO3 өзі оң жақта тұр, оны жоғарылататын болсаңыз, тепе-теңдік сол жаққа қарай ығысады. Сұрақ нөмір 5. Брэнстед-Лоури теориясы бойынша негіз. Енді қараңыз, бізде қышқылдық негіздік теориялар өзі үшке бөлінеді. Арениус, Брэнстед-Лоури және Льюис теориялар. Брэнстед-Лоури теориясы неге негізделеді? Бұл протонға негізделетін теория. Яғни протон дегеніміз ол по факту бізде H+ тайып тұр. Енді қараңыз, негіз деп мысал ретінде NH3 алып қарастыратын болсақ, ал қышқыл деп H хлорды қарастыратын болсақ, нәтижесінде не шығады? NH4+ және хлор минус. Бұл жерде байқағандарыңыздай оқушылар не болды? Мына протон мынаған көшті. Демек, мынау қышқыл ғой бізде кәдімгі. Ал мынау бізде негіз. Енді осы жерден Брэнстед-Лоури теориясының негізін шығарайықшы. Қышқыл дегеніміз Брэнстед-Лоури теориясы бойынша протоны бар, оны бере алады деген сөз. Ал негіз дегеніміз протоны жоқ, оны бірақта қабылдай алады деген сөз. Демек, мына жерде протонды қосып алатын заттарды біз негіз деп атамыз екен. Ал шыққан заттар ше, басында негіз болған зат соңында қышқыл болып шығады, басында қышқыл болған зат соңында негіз болып шығады екен. Яғни қосарланған қышқыл және қосарланған негіз. Сұрақ нөмір 6. Атомдық кристалдық торға тән сипаттама. Бұл жерде көп ойланудың қажеті жоқ, бірден жаза салайық. Мысалға, алмаз. Енді осының қасиеттерін талдаймыз. Қайнау температурасы төмен. Жоқ, алмаз деген ең қатты заттардың бірі. Қиын балқиды. Әрине бұл бізде қиын балқиды. Суда жақсы ериді? Жоқ, ерімейді. Ұшқыштығы жоғары емес. Алмаз деген қатты зат. Демек, любой теориялық сұрақты сіз практикалық сұраққа айналдыра аласыздар. Сұрақ нөмір 7. Натрий оттектің жеткіліксіз мөлшерінде тотыққанда түзілетін өнім. Қараңыз. Натрийдің оттекпен реакциясы екі түрлі жүреді екен. Мына жерде жеткіліксіз болсын, жеткіліксіз, мына жерде артық болсын. Қараңыздар оқушылар, оттек жетіспей тұрған кезде бізде натрий оксид түзіледі екен. Ал оттегі көп кезде бізде натрий пероксид түзіледі екен. Демек, мына жерде дұрыс жауабымыз Б вариант екен. Яғни жеткіліксіз мөлшерде оксид түзіледі екен. Сұрақ нөмір 8. Сұйық шыны құрамындағы кремнийдің тотығу дәрежесі қандай? Сұйық шыны дегеніміз ол натрий силикат және калий силикат. Осындай қосылыстар, иә? Енді бұл жердегі силициумның тотығу дәрежесін қалай табамыз? Біз алдымен не істейміз? Оттектің тотығу дәрежесі -2 немесе валенттілігі 2 дейміз. Мынаның валенттілігі 1 дейміз, мынаныкі X. Біз 2-ні 3-ке көбейтеміз, 1-ді 2-ке көбейтеміз, 2-ін бір-бірінен азайтып тастаймыз. Яғни 2 көбейтілген 3 азайтылған, 1 көбейтілген 2. Жауабымыз 4 болады екен. Яғни +4. Сұрақ нөмір 9. Азот қышқылы жарық қатысында ыдырайтын бір негізді оттекті қышқыл. Азот қышқылының айырылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы қандай? Жазып қоямыз. Азот қышқылы жарық қатысында ыдырайды, NO2 оттек және су молекуласы түзіледі. Освальд процесі, иә бұл? Мына жерде 4, мына жерде 4, мына жерде 2 және мына жерде 1. Енді толық коэффициенттерді қосатын болсаңыз, әрине бізде 11 деген вариант шығады екен. Сұрақ нөмір 10. Күкірті бар нәруызды анықтайтын реакция. Жалпы, білесіздер, сапалық реакция деген нәрсе бар, бір нәрсені анықтау үшін қолданылатын реактивтер немесе реакцияның түрлері. Конкретно нәруыздар тақырыбында бізде ұбт-да 3 түрлі реакция келеді. Ол бюрет, ксантопротеин және цистеин реакциялары. Бюрет реакциясы бізде ашық көгілдір, ашық көк түс береді дейміз. Натрий OH, купрум OH2 деген сияқты. Ал ксантопротеин дегеніміз сары түс береді. Ал цистеин реакциясы дегеніміз бізде күкіртті анықтауға қолданылады және қара түс,
ПБС деген қара тұнба түзу арқылы анықталады екен. Оқушылар жаттап біліп алыңыздар. Сұрақ нөмір 11. Бертолли тұзының құрамындағы галогеннің тотығу дәрежесі қандай? Бертолли тұзы деген не ол, оқушылар? Ол калий хлорат, я? Біз бұны сіріңкенің жану реакциясында білеміз. Фосформен әрекеттескен кезде 6-ға 5 қатынасында деген жұмбақ есепте бар. Енді мына галогеннің тотығу дәрежесін қалай анықтаймыз? Бағана айттық, я? Мынау 2, мынау 1. Мынаны 2-ге, мынаны 1-ге көбейтеміз. 2 көбейтілген 3, азайтылған 1 көбейтілген 1, яғни 5 екен. Мына жерде галоген тотығу дәрежесі плюс 5. Сұрақ нөмір 12. Анионды кешенді қосылыс дейді. Енді қараңыз, кешенді қосылыс, обычный қосылыс тұздар, я, ол разница жоқ бұл жерде. Бізде мынандай бір ереже бар, я, крест әдісі бойынша бір какой-то қосылыс пайда болған кезде плюс зарядталған ион үнемі бірінші тұрады. Енді исключениялар бар, NH3, PH3 деген сияқты. Бірақ 99% плюс зарядталған ион бірінші тұрады. Енді мұн жерде бізде не сұрап тұр? Анионды кешен. Значит, кешен минус зарядталған деген сөз. Кешен дегеніміз мынандай. Тік жақша. Значит, кешен минус зарядталған болса, ол екінші тұрғу керек. Енді қараймыз, кешен бірінші тұр, мына жерде кешен екінші тұр. Демек, бұл бізде анионды кешен екен. Дивинил қосылысының класс аралық изомері сұрақ нөмір 13. Дивинил. Дивинил дегеніміз С2H3, мынау винил, міне С2H3. Бұл дивинил, немесе 1,3 бутадиен деп айтамыз, я? Ал класс аралық изомер дегеніміз, оқушылар, олар көп емес. Мысалға, алкен мен циклоалкан, альдегид пен кетон, карбон қышқылы мен күрделі эфир деген сияқты, я? Алкадиен мен алкиндар. Енді байқасақ, дивинил деген бізде бұл алкадиен, я? Енді алкадиеннің класс аралық изомері алкин. Варианттарда тек қана бір алкин тұр екен. Яғни бутин 2 дивинилға класс аралық изомер. Екеуі вроде бірдей, бірақ та екі түрлі кластың қосылыстары. Сұрақ нөмір 14. Гидролизге ұшырағанда глюкозаның екі қалдығы түзілетін дисахарид. Сахароза емес, лактоза емес, лактозадан галактоза түзіледі. Ол әрине бізде мальтоза. Крахмалдан бізде глюкоза түзіледі, бірақ қана бір штук түзіледі, я? Крахмалдан бізде альфа глюкоза түзілсе, целлюлозадан бізде бета глюкоза түзіледі екен, я? Сұрақ нөмір 15. Негіздік қасиеті әлсіз қосылыс. Енді бізде негіздердің негіздік қасиеті деген бір таблица бар кітапта, я? Оны жаттап керек емес, ең алдымен бізде жүреді екен анилин. Қараңыздар, оқушылар, анилин, NH2. Самый әлсіз. Потому что мына бензолдық сақина NH3-тің тығыздығын азайтады. Сәйкесінше негіздік қасиеті азаяды. Одан кейін аммиактың өзі, одан кейін біріншілік амин, одан кейін екіншілік амин, одан кейін үшіншілік амин. Негіздік қасиет ең көп үшіншілік аминдерде болады екен. Енді байқасаңыздар, мына жерде ең әлсіз ол анилин. Егер сізге мынаны рядпен орналастыру керек болса, ең алдымен С варианты, одан кейін А варианты, одан кейін Б варианты, Д вариантында просто амин деп тұр екен, қосылыс конкретно берілмеген. Сұрақ нөмір 16. Газды бензин фракциясындағы көмірсутектер қайсысы? Енді қараңыз, газды дегеніміз ол пропан, бутан, пентан, гексан, я, мысалға. Ал бензин дегеніміз ол пропан емес, пентаннан басталады. Енді екеуін Вен диаграммасына сызатын болсаңыз, общий бізде қайсысы болады? Пентан, гексан болады екен. Әрине, пентан мен гексан газды бензин фракциясындағы көмірсутектер. Сұрақ нөмір 17. Габер процесіндегі өнімнің шығымын арттыру үшін қажет жағдайлар. Қараңыз, ең алдымен Габер процесін жазып қояйық. Габер процесі дегеніміз аммиактың синтезі, я? Бұл бізде экзотермиялық процесс. Және де катализатор ретінде темір, платинум қолданылады. В основном темір қолданылады. Енді қараңыздар, өнімнің шығымын арттыру үшін дегеніміз ол оңға қарай ығысу керек, тепе-теңдік деген сөз. Бірінші температурадан қарастырайық. Температураны арттыру. Температура өзі оң жақта тұр, сіз оны арттыратын болсаңыз, оң жақ көбейіп кетті. Ал бізде Ле Шатале Браун ұстанымы бойынша бір ғана заңдылық бар. Тепе-теңдік бір нәрсені арттырған кезде аз жаққа қарай ығысады, я? Так, температура оң жақты көбейтті, значит бұл аз, сол жаққа қарай ығысады. Қысымды азайту. Қысым неге байланысты? 4-ке 2 деген зат мөлшерлер бар бізде, я?
қысымды азайтатын болсаңыз, ол көп жаққа ығысады. Неге? Себебі біз көбейткен кезде ол аз жаққа қарай ығысады. Бір ғана заңдылық бар деп айттық, міне қысымды азайтқан кезде бұл солға кетеді. Азот концентрациясын арттыру. Азот өзі сол жақта, сіз оны арттыратын болсаңыз, ол азот жоқ жаққа қарай ығысады. Яғни оңға қарай ығысады екен. Мынау дұрыс жауап. Температураны азайту. Температура оң жақта тұр. Сіз оны азайтатын болсаңыз, оң жақ азайып кетті. Демек, оңға қарай ығысады. Аммиак концентрациясын азайту. Аммиак өзі оң жақта тұр. Сіз оны азайтатын болсаңыз, тепе-теңдік оңға қарай ығысады. Өршіткі біз тепе-теңдікке әсер етпейді деп айтқан болатынбыз. Так, енді 3, 4, 5 деген А варианты дұрыс жауап екен. Сұрақ нөмір 18. Массасы 40 грамм мыс пен алюминий қоспасын концентрлі азот қышқылымен өңдегенде 8,96 дециметр куб қалыпты жағдайда газ бөлінді. Қоспаның құрамындағы алюминийдің массалық үлесі қандай? Кеттік оқушылар жазайық. Бұл бізде қоспа есеп нөмір 2, я? Нұрсағайларын қоспаның есептерін кәдімгідей полка-полкамен дұрыстап түсіндіреді. Мынандай есеп кесе былай шығарасын, мынандай есеп кесе былай шығарасын деген сияқты. Енді концентрлі азот қышқылымен әрекеттесетін металдар бар, әрекеттеспейтін металдар бар. Әрекеттеспейтін ол бізде 3 металл, я? Темір, хром және алюминий концентрлі азот қышқылында N жарланады. Яғни реакцияға түспейді деген сөз. Ал купрум бізде нитрат концентрлі болған үшін қаныққан газ, оттекпен, я, және H2O. Енді мұнан теңестіреміз. Мұнда 4, мұнда 2, мұнда 2. Болды. Енді есебімізді шығарамыз. Мынау дейді бізде 8,96 литр дейді. Астында коэффициентпен 22,4. Мұнаның массасын тауып аламыз. 64. Пропорция. Масса купрум тең. Калькулятормен есептеп жерейік. 8,96 бөлінген 22,4 бөлінген 2. Көбейтілген 64. Яғни 12,8 грамм екен. Ал қоспа в общем бізде 20 грамм. Демек, алюминийдің, 40 грамм екен қоспа, я? Алюминийдің массасы дегеніміз, ол 40-тан медь. Мыстың массасын азайтып тастаймыз, я? Сол кезде болады екен бізде 27,2 грамм. Енді сұрап тұр, алюминийдің массалық үлесі. Массалық үлес алюминий тең 27,2 бөлінген 40. Көбейтілген 100%. Тең болады екен бізде 68%. Яғни жауабымыз С варианты. Кеттік әрі 19-шы сұрақ. Массасы 80 грамм 10%-дық бром суы көлемі 1500 мл қалыпты жағдайда метан мен этилен қоспасын түссіздендіреді. Қоспадағы метанның көлемдік үлесі қандай? Кеттік жазып қоямыз. Дәл жаңағында есеп. Міне метан бар және этилен бар. Бізде бром суын түссіздендіреді. Олар алкандар емес. Алкандар емес. Бізде қос байланысы бар. Қанықпаған қосылыстар бром суын түссіздендіреді деп айтқан болатынбыз. Енді қараңыздар жоқшылар, мына екеуі бірге 1500 мл болса, қазір бромның массасын тауып алайықшы. 80-нің 10% дегеніміз 80 көбейтілген 10%. Яғни 8 грамм. Демек, мынау реакцияға түскен бром 8 грамм. Астында малярлық масса 160 және коэффициентіміз 1. Мынаның В-сын тауып алайық. 22,4, астында коэффициент 1. В С2H4 тең. 8 бөлінген 160 бөлінген, көбейтілген 22,4. 1,12 литр. Немесе басқаша сөзбен айтқанда 1120 мл. Бізден сұрап тұр қоспадағы метанның көлемдік үлесі. Метанның көлемі тең, тура жаңағы қоспа сияқты, 1500 азайтылған этиленнің көлемі. Яғни, бұдан азайтатын болсаңыз 380 мл болады екен. Енді фи тең көлемдік үлес метан, метанның көлемі бөлінген общий қоспаның көлемі. Көбейтілген 100%. Яғни, бөліп тастаймыз 25-та 33% болады екен. Жауабымыз Д варианты. Сұрақ нөмір 20. Ас тұзының балқымасының электролиз арқылы 80% шығыммен натрий алуға қажет ас тұзының массасы. Шығымы бар есептерде шығымды ең соңына қалдырып қоясыз. Кеттік жазамыз реакция. Натрий балқымасы электролиз. Катодта натрий, анодта бізде хлор газы.
Енді қараңыздар, натрийдің массасы беріліп тұр 55,2 килограмм. Астында малярлық массаны жазып қоямыз. 23, коэффициентіміз 1. Мынаның массасын сұрап тұр, астында коэффициент пен малярлық масса. Енді пропорция жасаймыз. Масса тең 55,2 бөлінген 23 көбейтілген 58,5. 140,4 килограмм. Ең соңына шығымды аламыз. Шығым, егер реагентке қарай болып тұрса, есебіміз бөліп тастаймыз шығымға. Егер өнімге қарай болса, көбейтіп тастаймыз шығымға. Қазіргі есеп бізде реагенттің массасын тауып жатырмыз. Сол үшін шығымға бөліп тастаймыз. Нәтижесінде 175,5 килограмм, ол А вариант екен. Сұрақ номер 21. 3 моль пропион альдегидін мыс гидроксидімен тотықтырғанда түзілген карбон қышқылының массасы. Пропион альдегид дегеніміз 3 көміртегі бар альдегид, яғни CH3, CH2, COH. Мыс гидроксидімен тотықтырғанда. Сіз немен тотықтырасыз маңызды емес, альдегидте, вообще жалпы органикада генетикалық қатар деген нәрсе бар, я? Альдегидті тотықтырған кезде міндетті түрде карбон қышқылы шығады. Ал карбон қышқылы қалай шығады бізде? CH3, CH2, COOH. Яғни бір оттекті өзіне алады. Ары қарай мыс тұнба түзіледі және су бөлінеді. Ол бірақ маңызды емес бұл жерде. Біз үшін маңыздысы мынаның массасы сұралып тұр. Мынаның массасын табайық, давайте. Астында малярлық массасы. Пропион қышқылының малярлық массасы 15, 14, 45, 74 грамм бөлінген моль екен. Ал беріліп тұрған пропион альдегидінің зат мөлшері 3 екен. Төбеде зат мөлшері болса, астында коэффициент. Төбеде масса болса, астында коэффициент көбейту малярлық масса. Енді осы жерден қарапайым пропорция арқылы 74 3-ке көбейтіп жіберсеңіз 222 грамм. Яғни дұрыс жауабымыз С вариант екен. Калий гидрокарбонатын қыздырғанда 2,24 литр көмір қышқыл газы түзілді. Егер өнімнің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болса, реакцияға жұмсалған калий гидрокарбонатының массасы қандай? Ең алдымен шығымды ұмытып кетеміз, 0,8. Одан кейін реакцияны жазамыз. Гидрокарбонаттар ыдыраған кезде бізде карбонат түзеді, көмір қышқыл газын түзеді және су түзіледі екен. Енді жазып қоямыз. Көмір қышқыл газы 2,24 литр, жоғарда литр болса, астында 22,4. Мынаның массасын сұрап тұр, астында коэффициент пен малярлық масса 39, 1, 40, 60, в общем 100 грамм бөлінген моль екен. Пропорция. Масса тең болады екен, 2 көбейтілген 100 көбейтілген 2-де 24 бөлінген 22,4. Яғни 20 грамм. Ең соңына не істедік? Шығымды қалдырып қойдық. Біз қазір реагентті массасын есептеп жатырмыз. Сол үшін бөлінген шығым дейміз. 20-ны 0,8-ге бөліп тастайтын болсаңыз, жауабымыз 25 грамм болады екен. Д жауабы. Ал егерде сіз өнімнің массасын тауып жатқан болсаңыз, онда көбейту шығым жасайтын едіңіз. Сұрақ номер 23. 10% қоспасы бар 7,1 грамм кальций карбидінен алынған ацетиленнен альдегид алынды. Осы альдегид тотыққанда түзілетін күмістің массасы қандай? Кеттік. Кальций карбидінен не алынды? Ацетилен. Жалпы білесіз, биорганикалық екі ғана қосылыс бар, органикалық қосылысқа айналады. Олар бізде кальций карбид және алюминий карбиді. Енді кеттік. Ацетилен неге айналды дейді? Альдегидке айналды. CH3, COH. Одан кейін бұл тотыққан кезде күміс түзілді тұнбаға. Әрине бізде күміс айна реакциясындағы күмістің алдында 2 деген коэффициент бар. Теңестіріп шығамыз. 1, 1, 1, мынау 2. Енді есепті шығарамыз. Мына күмістің массасын сұрап тұр, астында коэффициент пен малярлық масса. Мынаның массасы берілген, астында коэффициент пен малярлық масса. Оның массасы қанша кальций карбидінің? 7,1-дің 10% мусор. Бұл бізде қоспа есеп нөмір 1. Демек бізге 7,1-дің 90% қажет. Не үшін? Потому что 10% қоспа, мусор бізге керек емес. 7,1-дің 90% дегеніміз 6-да 39 грамм. Жаз қоямыз. 6-да 39. Енді пропорция жасаған кезде масса тең болады екен. Мынау кішкентай емін бөлінген 64 көбейтілген 2 көбейтілген 108. Яғни 21,56 грамм. Шамамен жуықтап алғанда 2-де 21-де 6 грамм екен. Сұрақ нөмір 24.
П қосылған калий хлороо 3 бұл бізде сіріңкенің жану реакциясы. Өте атақты реакциялардың бірі. ОБТ-да каждый жыл келеді. Әртүрлі келеді. Контекстте келеді, жұмбақ есепте келеді. Бұл жерде бізде оксид және тұз түсіледі екен. Бағана айтқан болатын міне 6-ға 5 қатынасында қызыл түсті ұнтақпен ақ түсті тұз әрекеттесті деген бір жұмбақ есеп бар еді. Мына жерде 3, мына жерде 5. Енді тотықтырғышпен қалдықсыз әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы. Тотықтырғыш деген не ол? Өзі тотықсызданады. Значит, өзі тотықсыздану деген заряды кемейді деген сөз. Қарайық, кімнің заряды кемейді? Мынада 0, мында плюс 5. Мынада плюс 5, мында минус 1. Конечно, бізде тотықтырғыш қайсысы екен? Ол мынау екен, 24,5 грамм. Неге ол тотықтырғыш? Потому что оның заряды кеміді. Ол тотықсызданды. Енді астына жазып қоям коэффициент көбейтілген малярлық масса. Мынаның массасын сұрап тұр, 6 көбейтілген малярлық масса 31. Бертоле тұзының малярлық массасын есептеп жіберейік, давайте. 39 қосылған 35-та 5 қосылған 48, 122,5. Пропорция істейміз. Масса тең 24,5 көбейтілген 6 көбейтілген 31 бөлінген 5 бөлінген 122,5. Яғни 7,44 грамм екен. А варианты дұрыс. Сұрақ нөмір 25. 15-те 6 грамм бензолды нитрлегенде шығымы 90% нитробензол алынды. Оны әр қарай тотықсыздандырғанда шығымы 75% амин алынды. Егер тығыздығы 1,02 грамм бөлінген миллилитр болса, алынған аминнің көлемі қандай? Ең алдымен шығымды ұмытып қаламыз. Мынау 0,9, мынау 0,75. Одан кейін реакцияны жазамыз. Бензол, одан шыққан нитробензол, одан шыққан амин зинин реакциясы арқылы NH2, яғни фениламин немесе анилин деп айтамыз. Мынау бізде 15-та 6 грамм, коэффициенттер теңестіреміз. Бензолдық сақинаға қарап теңеседі, барлық жерде коэффициент бірдей. Енді мынаның астында коэффициент көбейтілген малярлық масса. Бізде мынаның көлемін сұрап тұр, бірақ та қалыпты жағдайда деп тұрған жоқ. Яғни тығыздық беріп тұрса, бірінші массасын тауып аламыз. Содан кейін тығыздық арқылы массаны көлемге айналдырамыз. Төбеде масса болса, астында малярлық масса. Анилиннің малярлық массасы оқушылар, ол 93 екен. Пропорция жасаймыз. Масса тең 15-те 6 көбейтілген 93 бөлінген 78. 18,6 грамм. Ең соңына шығымды қалдық. Біз не істейміз? Өнімге қарай есептеп атсақ, көбейтілген шығым. Көбейту 0,9, көбейтілген 0,75. Разница жоқ, қанша штук шығым. 2 болу мүмкін, 1 болу мүмкін, 3, 4, без разницы. 18-де 6-ны аламыз да 0,9-ға көбейтеміз. Шыққан затты 0,75-ке көбейтеміз. Сол кезде 12,555 грамм болады екен. Ең соңында граммды миллилитрға айналдыру үшін бұны тығыздыққа бөлесіздер, 1,02-ге. Мұн жақта формуласын жазып отырып керек емес деп ойлаймын, міне. Көлемді табу үшін массаны тығыздыққа бөліп тастайсыздар. Сол кезде болады екен 12,3 миллилитр. Жауабымыз С вариант. Белгісіз заттар, яғни жұмбақ заттар. Сұрақ нөмір 26. Белгісіз А заты сөндірілмеген әк ретінде белгілі оксид. Бітті. Сразу тауып аламыз бұл жерден. Сөндірілмеген әк дегеніміз кальций оксид. А затын көміртекпен өңдегенде қатты Б заты түзілді. Жазып қоямыз. Көміртекпен өңдейтін болсаңыз, бізде не шығады? Кальций карбиді және иіс газы шығады екен. Кальций карбиді және иіс газы. Енді кеттік ары қарай. Б заты гидролизге ұшыраған кезде, Б дегеніміз қатты зат, бұл кальций карбид болып тұр. Енді бұны гидролизге ұшыратқан кезде, сіздер білесіздер, бағана айттық, биорганикалық қосылыстардан органикалық қосылысалатын карбидтерде бізде С2H2, яғни ацетилен және кальций гидроксид. Яғни кальций карбидтен ацетилен, алюминий карбидтен метан шығады екен, дәнекерлеуде қолданылады дейді. С заты металдарды дәнекерлеуде, яғни С дегеніміз ацетилен екен. Енді көміртекпен өткізгенде белсендірілген. Белсендірілген көміртек деген сөзді көрген кезде бұл катализатор деген сөз, бізге бірден ойымызға бензол түсу керек оқушылар. Бұл тримерлену реакциясы, яғни полимерлену реакциясы. Мынау деген бізде Д зат екен.
Енді Д затын өршіткі қатысында хлор метанмен әрекеттестірген кезде, өршіткі қатысында хлор метанмен дегеніміз бұл бізде Фридл-Крафт реакциясы, яғни С6H5CH3 және H хлор, яғни толуол бізде Е зат екен. Ал бұл органикалық жинақтардың барлығын Нұрс ағайларың курсқа қатысып жатқан оқушылардың бәріне беріп жатыр. Кеттік енді есептерді талдайық. А затының қасиеті. А деген бізде кальций оксид. Бұл бізде негіздік оксид, себебі металмен қосылған оттек. С затының құрамындағы пи байланыстардың саны. С заты дегеніміз ацетилен. Пи байланыстардың санын қалай табамыз? Бұл жерде бізде 3 қос байланыс бар. 3 қос байланыстың екеуі пи, біреуі сигма. Қайсысы сигма, қайсысы пи? Разница жоқ. Яғни алкиндарда 2 пи байланыс болады екен. Д және Е заты бір-біріне. Д дегеніміз бізде бензол, Е дегеніміз бізде толуол. Қарастырайық. Класс аралық изомер. Жоқ, изомер емес. Себебі атомдардың саны сәйкес емес. Құрылымдық изомер. Жоқ, бұл жерде цис, транс деген нәрсе жоқ, Өйткені екеуі бір-біріне мүлдем изомер емес. Мономер емес, потому что бұлар полимер емес. Әрине бұл бізде гомолог. Неге? Потому что бізде гомологтық қатар деген нәрсе бар. Екі қосылыстың айырмашылығы CH2 болатын болса, бұлар бізде гомолог болады. Мысалға метан, этан, пропан, бутан деген сияқты бір кластың қосылыстары. Ол тек алкандар емес, алкендер, алкиндар, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары бүкіл қосылыстар бір-біріне гомолог, яғни сосед. Байқасаңыз CH2 арқылы өзгеріп отырады келесі көршісі. Сұрақ нөмір 29. 9,2 грамм Е заты тотыққанда түзілетін өнімнің массасы. Е заты дегеніміз бізде толуол еді, Толуол бізде тотыққан кезде не шығады? Бензой қышқылы шығады екен. Бұл органикалық реакциялардың жинағы кітабында толық қамтылған реакциялар. Мұнаның массасын сұрап тұр, мұнаның массасы 9,2 грамм. Не істейміз? Астында коэффициентпен малярлық массаны жазып қоямыз да пропорция жасап жібереміз. Кеттік, толуолдікі қанша екен? 77-ге 15 деген 92 екен. 77-ге 45 деген 122 екен. Енді масса тең болады 12-де 2 грамм. Дұрыс жауабымыз А варианты. Сұрақ нөмір 30. Д затын нитрлеуге азот қышқылының ерітіндісі жұмсалды. Реакцияға түскен Д затының массасы қандай? Д дегеніміз ол бізде бензол. Азот қышқылымен әрекеттескен кезде оқушылар бізде нитробензол және су түзіледі екен. Не үшін? Потому что азот қышқылын біз екі түрлі компонентке бөліп қарастырамыз, OH және NO2. Мұна NO2 мұна жерден бір сутекті алмастырады, OH барады да сол жердегі сутекпен су болып шығып кетеді екен. Енді кеттік, давайте мұнаның массасын сұрап тұр, астында коэффициент пен малярлық масса. Мұна жерде бізде коэффициент пен малярлық масса және азоттың массасын табу үшін қараңыздар, өте қызық нәрсе, бізге процент, көлем, тығыздық беріліп тұратын болса, үшеуін бір-біріне көбейтіп 100%-ға бөліп жасасаңыз, масса шығады екен, Демек, 30-да 73 көбейтілген, 1-да 23 көбейтілген 75 бөлінген 100. Бізде азот қышқылының массасы 28,34 грамм екен. Енді қарапайым пропорция арқылы осы жерде есепті шығаратын болсақ, көбейтеміз 78, бөлеміз 63. 35,1 грамм. Дұрыс жауабымыз Б вариант екен. Сәйкестендіру. Білесіздер, УБТ-ның соңғы жағындағы 31-ден 35-ші есептері бізде сәйкестендіру есептері, яғни 2 балл беретін сұрақтар. 26-дан 30-ға дейін контекстті тапсырмалар. Олар просто контекст болуы мүмкін, немесе жұмбақ затта болуы мүмкін, Ал 36-дан 40-қа дейін бізде көп вариантты, яғни көп жауапты сұрақтар. Енді қараңыздар, жалынның түсіне сәйкес келетін минералдар. Жалынның түсіне сәйкес келетін минералдар, оқушылар, сізге берген кітапта ішінде барлығы қарастырылған. Сол жерден қарасаңыз болады, немесе бірден теңестірсек те болады. Жасыл деген бұл бізде барий, яғни барит дегеніміз барий SO4. Қосылыстардың формулаларында сізге жинап бердік, жаттау керек. Күлгін жалын дегеніміз бұл бізде үнді селитрасы. Неге? Өйткені бұның ішінде
калий бар. Ал галит дегеніміз натрий хлор, стронций дегеніміз ішінде стронций бар қосылыс, иә? Осылайша спокойно талдап тастадық. Сұрақ нөмір 32. Келесі нитраттардың айырылу реакциясының өнімдері қандай? Нитраттардың ыдырауы да қарастырылған. Күміс нитрат ыдыраған кезде белсенділігі төмен металл, таза металл түседі. Яғни міне металл, азот диоксиді жазып қояйық. Ыдыраған кезде металл, азот диоксиді және оттек. Ал күміс нитраты тоже белсенділігі төмен металл. Бірақ бұл исключение. Купрум бізде оксид түседі екен оқушылар, иә? Купрум және литий деген екі металл бізде исключение. Бұлар оксид түседі. Яғни металл оксиді, азот диоксиді және су. Сұрақ нөмір 33. X және Y заттары қандай дейді? Кеттік, бұл бізде хлордың сілтімен әрекеттесу реакциясы өте сондай танымал реакция. Каждый жыл ұбытыда келеді. Бұл бізде ыстық суық, яғни температураға байланысты жүреді. Ыстық болған кезде бізде оқушылар калий хлорат, яғни бертолий тұзы түзіледі. Ыстық емес суық болған кезде калий гипохлорид түзіледі екен. Яғни А тең болады 4, Б тең болады 3. Неге? Түсіндіре кетейін. Өйткені суық кезде шыққан тұзды алып, сіз қыздыратын болсаңыз, сізде ыстық кезде шыққан тұз шығады екен. Логично, иә? Температура жоқ жерге барып, температура қойсаң, ол бірден мынаған айналып кетеді екен. Сұрақ нөмір 34. Келесі заттарды Вирц реакциясы арқылы алу үшін қажет галоген сутекпен сәйкестендіріңіз. Ең алдымен мынаның құрылымдық формасын сызып алайық. Біріншісін тетраметил бутан. Соңында бутан дейді. Демек, 4 көмір тегісі бар. Тетраметил дейді. 2, 2, 3, 3. Тетраметил бутан. Енді біз бұл жерге айна қоямыз. Типа симметрия. Ортасы қай жер екен, не? Ортасы мына жер екен. Екі бірдей бөлік бір-біріне қосылған. Вирц реакциясы деген сондай, екі еселенеді деген сөз. Енді мынаны алып шығамыз да жеке қарастырамыз. Мына жаққа қарастырайын. Көміртек, 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 көміртек. Және де мына жерге біреусіне хлор қосамыз. Енді осы қосылысты біз Вирц реакциясына түсірген кезде мынандай нәрсе шығады екен. Екі еселенеді, қай жерден байланыс үзіледі, сол жерден екі еселенеді. Енді мынаның атауы қандай болады? Біріншіден бұл бізде 3 көміртектен тұратын қосылыс. Бұл пропан. Қараймыз, 2 штук бар екен пропан. Екінші көміртекте бізде метил бар және хлор бар. Значит, 2, яғни 2 хлор, ой, бұл емес. 2 хлор, 2 метил пропан. Үшінші вариант екен, я? 2 хлор, 2 метил пропан. Енді келесісін қарастырайық тура осындай логикамен. Гексан дейді. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді тармақтарды орналастырайық. 2, 3, 4, 5 тетраметил гексан. Қай жерден көріп тұрсыздар? Мына жерден көріп тұрмын мен. Бірдей айна, я? Демек, мына қосылысты алып мен қарастырам. Бұл бізде не? Мына жерге хлор қосып қоямыз қазір. Енді мына қосылыстың атауын табуым керек. Қараңыздар, бұл жерде 4 көміртектен тұрады, ең ұзын цепочка. Демек, бұл бізде бутан екен. 2 түрлі бутан бар. Енді қараңыз, қосылыстың атауы қалай табылады? Міне CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Мына жерде CH2 емес, хлор бар екен, не? Хлорды жазып қояйық. Енді қараңыз, бұл қосылыстың атауы қалай табылады? Өте маңызды нәрсе, сіз қай жақтан бастайсыз санауды? Тармақ жақтан ба, әлде хлор жақтан ба? Біз бұл жерде алфавитке қараймыз. Хлор деген ағылшынша хлоро деп жазылады. Сол үшін галоген жақтан бірінші санау басталады. 1, 2, 3, 4. Үшіншіде тұрған метил М әрпімен тұр. М постоянно Сидан кейін келеді. Сол үшін бізде 2 хлоро, 3 метил бутан болады екен. Яғни 2 хлор, 3 метил бутан. Жауабымыз, яғни бізде қандай жауаптар дұрыс болды мұн жерде? А 3, Б 4 екен. Сұрақ нөмір 35.
CH3OH X, C2H5 бром, Y, C2H5OH дейді. Енді бұл жерде көміртектің санына қарай просто сәйкестендіре салсақ та болады, иә? Б вариантында құмырсқа альдегид екен, бір көміртек, содан кейін барып Вюрц реакциясынан ары қарай екінші көміртек пайда болған, иә? Демек, мына X дегеніміз бізде бір көміртегісі бар зат. Ол бізде әрине Б болады екен 2. Я міне метанол деп тұр. Енді А-ны қарастырайық. Альдегидтен бізде екі зат шығаруға болады. Ол я карбон қышқылы немесе спирт. Бұл бізде органикалық қосылыстардың генетикалық қатары. Сіз оны я тотықтырасыз, либо тотықсыздандырасыз. Енді қарайықшы, тотықтыратын болсаңыз, сізде карбон қышқылы шығады, карбон қышқылынан галоген алкан алынбайды. Галоген алкан тек қана нуклеофилді орын басу элементтеріну арқылы бізде неден алынады? Спирттерден алынады, оқушылар, иә? Демек, мына X деген бізде екі көміртегісі бар, міне екі көміртегісі бар, спирт екен. Ол әрине бізде этанол, міне. Демек, А болады екен 4. Органикалық, генетикалық қатарды үйреніп алсаңыз, сіз заттардың барлығын цепочка бойынша предугадать ете аласыз, заранее болжай аласыздар. Сұрақ номер 36. Изобаралар. Изобара. Міне, атомдық массасы бірдей, яғни МР-лері бірдей. Изотонны нейтрон сандары бірдей, изотоппы протон сандары бірдей. Енді қарасаңыз, атомдық массалары 40, міне, 40 және 40. А, Т, Е. Бұлар үшеуі бір-біріне изобара. Сұрақ номер 37. Сулы ерітіндісінің электролизі кезінде анодта тек оттек газ бөлінеді. Оттек газ анодта бөліну үшін тұздың ішінде фторид болу керек, немесе оттегісі бар ион болу керек. Әрине бізде фторид деген міне калий фторид, және оттегісі бар иондар міне карбонат, және натрий гидроксид. Натрий гидроксид ерітінді кезінде де, балқыма кезінде де оттек газын түзеді екен. Балқыма кезінде оттек газы таза шығады, ал ерітінді кезінде оттек газы судан шығады екен. Сұрақ номер 38. Йодтың ерітіндісін көк түске бояйтын органикалық А затын гидролиз дегенде Б заты түзіледі. Йодтың ерітіндісін көк түске бояйтын деген бұл сапалық реакцияларды сіздің қолыңыздағы кітаптың ішіне бәрін жинап қойдық, иә? Йодпен сапалық реакция көрсететін көк түсті, ол бізде крахмал. Оларды жаттауыңыз қажет. Гидролизге ұшыратамыз. Крахмалды гидролиз жасаған кезде біз не деп айтқан болатынбыз? Альфа-глюкоза. Ортасында декстрин, мальтоза деген заттар бар, енді ол аралық өнімдер. Оларды да сұрап қалады анда-санда, біле жүріңіз. Крахмалдан альфа-глюкоза, целлюлозадан бета-глюкоза. Енді глюкозаны ферменттер қатысында дейді, ашытқанда өзіне тән иісі бар сұйықтық. Глюкоза бізде 4 түрлі ашиды, лимон қышқылды ашиды, спирттік ашу болады, май қышқылды ашиды, және сүт қышқылды ашиды. Енді осылардың ішінде өзіне тән иісі бар сұйықтық деген варианттардың ішінен ол бізде этанол екен, иә? Этанол және көмір қышқыл газ түзіледі. Яғни бізде крахмал, глюкоза және этанол. А, С, Ф екен варианттар. Сұрақ номер 39. Газ тәрізді альдегид. Альдегидтердің физикалық қасиеттерінде біз қарастырған болатынбыз. Бір альдегидті жеке дара алып қарастырдық. Ол бізде қандай альдегид? Құмырсқа альдегиді немесе формальдегид деп айтамыз, иә? Құмырсқа альдегиді бізде газ тәрізді альдегид екен. Бәсе, мен уже переживать етіп кеттім ғой. Алеумның есебі қайда? Каждый нұсқада келу керек қой. Сұрақ номер 40. Күкірт қышқылының 60% ерітіндісін алу үшін массасы 300 грамм 20% күкірт қышқылына қанша грамм құрамы мынандай болатын олеум қосу қажет дейді. Толтырып аламыз жәшіктерді 60% ерітінді алу үшін дейді. Мынау H2SO4 60%. Ерітінді екен, иә? Бізде неге нені қосты деп тұр? 300 грамм күкірт қышқылының 20% ерітіндісіне дейді. Олеум қосты, который 0.5 SO3 көбейтілген 1 H2SO4. Енді қараңыздар оқушылар, мұн жерде не істейміз? Алдымен мұнаның малярлық массасын есептеп алайықшы. H2SO4. Мұнау бізде 0.5 көбейтілген 80. Ол 40 болады екен. Күкірт қышқылы бізде 98. Екеуін бірге қосатын болсаңыз 138. Давайте біз бұның массасын 138x деп алайық. Общий масса бізде 138x қосылған 300.
Сызамыз. Астында 138x қосылған 300. Тең болады күкірт қышқылының проценті. 0,6. 100-бен қысқартып жібердім сразу. Енді төбесін жазамыз. Біріншісінде бар ма h eksi 4? Бар. 138x-тің 98x-і қосылған. Екіншісінде бар ма? Бар. 300-дің 20%. 60 грамм. Енді үшінші масса бізде әрине реакциядан келеді екен. Бұл олеумның таптырмас бөлігі, М3 міне. 98. Соңында ерітінді шықса, SO3 арқылы массаны табамыз. SO3-тің массасы қанша? 138x-тің 40x-і, міне. Бағаны есептеп қойған болатымыз. М3 тең жартысы екен ровно, 49x-ны ұмыт кетпеңіздер, 49x. Астында көрінбейтін бір и пропорция. Төбесін қосып есептеп аламыз. 147x қосылған 60 тең. 300-ді 0,6-ға көбейтетін болсаңыз 180 қосылған 138x аламыз да 0,6-ға көбейтеміз. 82,8x. Енді сандарды бір жаққа, x-терді екінші жаққа жинап жазамыз. 180-нен 60 азайтсақ 120, 147-ден 82-де 8-ді азайтсақ 82-де 8-ді 64-та 2x. X-іміз тең болады екен, 120-ны бөліп тастаймыз 64-те 2-ге. Яғни 1,869 зат мөлшер. Сұрақта не сұрап тұр? Олеумның массасы дейді. Яғни мынаны аламыз да мынаған көбейтіп жібере саламыз, көбейту 138. Жауабымыз болады екен, масса олеум тең 257,94 грамм. Біз енді сандарды кішкене қысқартып ала берген үшін, мына жерде кішкене ауытқу болды бізде, 258,1 грамм болады екен. Оқушым, сізге бұл нұсқа талдау ұнады деген ойдамын. Кітапта сізге болашақ ұбт-ны жақсы тапсырып, грантқа университетке түсуіңізге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Сол үшін YouTube арнамызға комментарийге плюс батырмасын емес, реклама айтып үйреніп қалғансың ғой. Комментарийге өзіңіздің ойыңызды, Нұрсағайыңызға деген тілегіңізді айтып жіберсеңіз болады. Ал егер ұбт-ға толыққанды дайындалғыңыз келсе, Нұрсағайың сені дайындауға дайын. Егер сен дайын болсаң, бізге кел, бұйырса бірге грантқа түсеміз.